Сәлем достар, сіздермен Таңшолпан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында балаларға өте қатты ұнайтын картошка по-деревенски дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жуып тазаланған картоптарымызды осылай видеодағыдай бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін алдын ала дайындап қойған тұз, бұрыш және тәтті паприкамызды және де 3 ас қасық сұйық майымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Осы уақыт аралығында духовкаларыңызды 180 градусқа қыздырып қоюға кеңес беремін. Дайын болған картоптарымызды табамыздың үстіне пергамент қағазын қойып, картоптарымызды жақсылап орналастыратын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендегідей жасасаңыздар болады. Қызып тұрған 180 градуста 30-35 минут шамасында картоптарымыз қып-қызыл болып, әдемі болып пісіп шығатын болады. Мінекей достар, пеште піскен картоптарымыз дайын болды. Өздеріңіз қалаған соуспен дастарханға ұсынсаңыздар болады. Сіздермен болған Таңшолпан. Видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.